сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастағанда балалар топқа бөліп алайық. Бәріміз тақтаға шығамызда, мына жерде стикерден бір стикерден аламыз. Осы стикердің арт жағында бізде номерлер жазылған балалар. 1, 2, 3 деген номерлер жазылған. Содан бір номерін алған оқушы бірінші топқа отырады, 2 номерін алған оқушы екінші топқа, 3 номерін алған оқушы үшінші топқа отырамыз. Бәріміз тақтаға шығамыз. Бір стикер аламыз. Стикер артындағы номерлерге сәйкес түрде топтарға отырады. 21 топты. Балдар, мына командасы бірінші топ. Мына командамыздың, мына тобымыз екінші топ. Мына үшінші топ оқушылар отырады. Топқа бөліп алайық. Топ номерлер жазылған яғында. Енді балдар осы жерде топ ережесін бір қайталап өтейікші кәне. Бибіні орнынан тұрда сөйлеп топ ережесін оқышы кәне. Топ ережесі тыныштық сақтау, бірін-бірі тыңдау, уақытты үнемді пайдалану, ұйымшыл болу, мәдениетті сақтау. Дұрыс. Енді барлық оқушылар бәрімізге осы ережені сақтай отырып, сабағымызды бастаймыз. Енді балдар, сендердің әрқайсың алдарыңа мен бағалау парағын қойып шықтым. Соған сәйкес енді топ басшыларын сайлап алайықшы кәне. Кәне бірінші топ басшымыз кім болады біздің? Бір ауыздан Зерені топ басшы етіп сайлаймыз. Екінші топ басшымыз кім болсын? Бибінұр. Бір ауыздан топ басшысы Бибінұр. Үшінші топ Дастан. Топ басшымыз Дастан. Енді Дастан, Бибінұр, Зере үшеуін бағалау парағын аласыңдар да топтағы оқушылардың аттарын жазып, әр тапсырма сайын кім орындаса, соған белгі қойып отырамыз. Түсінікті ғой? Енді кәне бәріміз сабағымыз бастайық енді балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы иррационал өрнектерді түрлендіру. Бұл сабақтың мақсаты бар емізде балалар. Оқу мақсаты иррационал өрнектерді түрлендіру үшін енші дәрежелі түбір қасиеттерін қолдану. Біз бұдан алдыңғы сабағымызда балдар n дәрежелі түбір тақырыбын өткенбіз. Ал ол түбірдің қасиеттерін бүгінгі сабағымызда қолдана білуіміз керек. Мақсатымыз сол түбірлердің қасиеттерін иррационал өрнектерді түрлендірген кезде қолдана білу. Оқудың мақсаты, сабақтың мақсаты дегенім, біз енді ол арқылы нені үйренуіміз керек балдар. Сол оқу мақсатын сақтай отырып, біз иррационал өрнектерді ықшамдауды үйренеміз. Бүгінгі сабағымыз мақсаты және иррационал өрнектерге амалдар қолдануды үйренеміз, бөлімдегі ірі-сақтан құтылуды үйренеміз. Біздің сабақта осы үш мақсатты үйренуіміз керек болады. Енді айта кететін нәрсе балдар, біз иррационал өрнектерді ықшамдау тақырыбын бұдан алдыңғы сабағымызда өттік. Бүгінгі сабағымыз сол тақырыпты бекіту, қорытындылау болып табылады. Сол үшін не қыламыз? Көбірек біз қайталауға тырысады екенбіз бүгінгі сабағымызда. Ал кәне айтып жіберейікші балдар. Үй тапсырмасы қай есебет бізде? 10-6. 3 тапсырма берілген сендерге. Үй тапсырмасын тексеріп өтейік. Әр топтан бір оқушы шығып, тақтада үй тапсырмасын орындаймыз. Кәне бір оқушыдан шығады. Неге борымыз? Тақтан бөле салап, екі топ, екі жағында орындай береміз. Қаландарымыз тексеріп отырайық, балдар қате болса айтасыңдар. Өз жұмыстарымен қарап тексеріп отырыңдар, жауаптары дұрыс па, дұрыс емес пе.
Зарина аяқтады есебін болды. Қате бар ма, дұрыс па? Қате жоқ па? Дұрыс, иә? Ал бұл жерде біз түбірмен қатар қысқа көбейту формуласын қолданып отырмыз, иә балдар? Қандай формуланы қолданып көрсетеді айтып жүріңізші әнекей? А минус В, А плюс В. Иә, А минус В көбейтілген А плюс В тең болады неге? А квадрат минус В квадратқа. Шынында да не болды? 12-нің квадратынан 19-ның квадратын алды. 149 25 болады екен, одан 5 шығады екен. Жарайсыз, Зарина. Есеп дұрыс. Жарайсыз. Қатесіз, дұрыс шешілді. Енді айсу шығарды. Солай ма? Дұрыс па балдар? Дұрыс. Бұл жерде де сол формуланы қолдандық. Енді айсылуға бір ескерту, жалғыз бір ескерту бар айсылу саған. Бұл жерде біз нені ұмытып кетіппіз балдар? Шақша. Түсін ба? Көбейткіштер. Біз жазған кезде бізде не аламыз балдар? Өрнектер көбейткен кезде шақша қалуымыз керек. Қалғандағында енді дұрыс. Жарайсың. Ал дастанның есебі дұрыс па балдар? Ал. Қате бар ма жоқ па? Қате жоқ. Бізде 27-ні үшке ажыратып алып, көбейтіндінің сыртына шығарды. Одан кейін шақшан сыртында көбейткішке, ықшамдап болғасын, шақшан сыртында көбейткішке көбейттік. Дұрыс екен балдар, қате жоқ. Жарайсыңдар. Жарайсың Дастан, жарайсың Айсұлу. Ал енді есебіміздің, сабағымыздың келесі кезеңіне өтеміз. Балдар, бізде формуланы жалғастыру әдіс тәсілін қолданамыз көшеді. Бізге 6 формула берілген. Қазір сендердің топтарына сол формуларды дәл осы формуланы тарқатып шығамын. Не қыламыз? Ары қарай жалғастырамыз. Бұл жерде күрделі түбір формуласы бар, және кешегі өткен n дәрежелі түбірдің формулалары, қасиеттері жазылған формулалар. Ары қарай жалғастырамыз да, сол жазған тапсырмалардың жауаптарын келесі топқа беріп тексереміз. Сендердің бірінші топтың жауаптарын екінші топ тексереді, екінші топтың жауаптарын үшінші топ тексереді, үшінші топтың жауаптарын бірінші топ тексереді. Жазып болғаннан кейін шығарып жауаптарын емамыз келесі топқа беріп отырамыз. Ал орындап көрейік. Топтық жұмыс балдар. Топ болып орындаймыз. Ал жалғастырамыз. Формуланы жалғастырамыз. Бірге ойласып, бірге шешуге болады. Бәріміз атсалысамыз. Төменгі жағына жауабын жаза берсеңдер болады. Әр формуланың жауабын төменіне жазсаңдар болады. Жарайсыңдар. Екі-үш тобы өте белсенді, әрқайсысы бір формуланы жазып жатыр. Сөйтсек те болады, балдар біріміз бір формула жазғасын, екіншімізге жалғастырсақ болады, екіншімізге беріп. Әр топта 6 оқушы бар екен ғой, иә, солай жалғастырыңдар. Аяқталды ма? Бітті ма? Біттік. Жарайсыңдар, балдар. Кәне көреміз енді, дұрыс емесін.
келесі топқа береміз. Олар жауабын бағалайды. Балалар өздерінің нүктесін тексеріп шығыңдар. Сендер өздеріңнің жауаптарын бітті ма балалар? Мынаны тексереміз. Белгі қойып қоямыз, дұрыс деген белгі. Немесе плюс белгісін қойып кетіңдер балалар. Қайсы дұрыс болса, жанына плюс белгісі, қате болса минус белгісін қойып кетейік. Болыңдар ма? Жоқ. Ал болды ба? Бәрі бітті ма? Ал сендер тексересіздер. Дұрыс болса плюс белгісін қоямыз, қате болса минус белгісін қоямыз. Әне? Алтта дұрыс болды ма? Ал. Әне тексеріп алыңдар. Екінші топтың есептерінің бәрі дұрыс екен. Үшінші топтың есептерінің бәрі дұрыс болды. Үшінші топ сендер внимание? Сен тексергендеріңді жазыңдар ма? Үшінші топ. Бірінші топтың есептері бәрі алқауда дұрыс болды. Жарайсыңдар балдар. Екінші топтың есептерінің бәрі дұрыс болды. Және үшінші топтың есептерінде бәрі дұрыс болды. Жарайсыңдар. Формуланы жақсылап меңгерген екенбіз. Жарайсыңдар. Енді сабағымыздың келесі бөліміне өтеміз балдар. Ал балдар, сабағымыздың бұл бөлімінде біз Кахот бағдарламасын пайдалана отырып, өткендегі сабақта алған білімдерімізді бекіту мақсатында тест тапсырмаларын орындаймыз. Ол үшін балдар әрқайсының қолдарына телефондарын аласыңдар. Кахот бағдарламасына бәріміз тіркеліп аламыз. Тіркеліп қойдық ба? Тіркеліп қойған шығарсыңдар, бұрыннан да орындап жүрсіңдер ғой. Ал дайынбыз ба? Бәрімізде телефонымыз жағымызда бар ма? Телефонымыз жағымызда ма бәріміздің? Қазір кірген кезде мен санын біліп отыруым керек қой балдар. Дайынбыз ба? Бастаймыз, ә? Ал қазір басталады. Бізге код берілді. Тіркелеміз, енді бәріміз кодты тіркеп аламыз өздерімізге. Сенде телефон жоқ? Жоқ. Дайыма екен, бірге отырсаңдар болады балдар. Жанында қыздарға кімде телефон болса, жанымыздағы оқушылармен бірге қарасаңдар болады. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу. Басталған. Бес адам жауап беріп қойды. Төрт жауабын біреуін таңдаймыз енді балдар. Қай жауап дұрыс болса, соны таңдаймыз. Балдар, бірінші асығыс ештеңе жоқ, шығарып көріңдер, бірден белгілеп тастамаңдар. Қате жауапты 2 минут бұл жерде берген есепте, әр есепте. Сол үшін не қылуымыз керек? Асықпай қағазға жазып, орындап. Жинаған балдарын отырайын. Екінші есебіміз басталды. Күрделі түбірді шешіңіз. Екінші тапсырмада күрделі түбірді шешіңіз дейміз. Күрделі радикал формуласын саламыз. Жазыңдар, дәптерлерге жазыңдар, көріңдер. Бірден белгілей салмаймыз. Міндеттерді жазып, шығарып. 2 минут уақыт беріледі, шығарып үлгересіңдер әр есепте. Кәне, болып жатыр ма? Кім қалды? Кім шығарамай отыр? Зересен ба? Да? Кім береді? Жарайды, келесі есепті өте берейік. Кім қалды бізде? Орындамаған негізі. Ашық қалды ба? Ал. Дұрыс жауабын алып отыр бізде.
жинаған балдар болып тұр енді балдар бізде. Үшінші есеп. Күрделі радикал формуласын салып шешеміз балдар, күрделі түрін шешу. Енді байқаласыңдар ма балдар? Бұл жерде байқаласыңдар ма түбір екеу. Демек формуланы неше рет қолданамыз? Екі рет қолданамыз. Формуланы екі рет қолданамыз. Ал күрделі түбір формуласын екі рет қолданамыз. Шешіңдер. Әр есепке 2 минут уақыт беріледі балалар. Дәптерге шығарып, көріп, сосын барып белгілейміз. Шығарып, көріңдер. Қарыз ұстап отырған адам көрмейатыр мен. Дәптерге орындап көреміз, бейбіні. Белгілей салған болмайды ғой бұл. Шықпай жатыр ма? Неге онда? Бағана көппен көре ма? 593, 67, 60. Ал көріңдер. Бұны енді сәл күрделілігі бар балдар. Шығарып белгілеңдер балдар, шығарып белгілейміз. 14 адам белгілейді. Кәне? Зерек кіріңдер? Келдің бі қайтсын? Кім қалды енді бізде қазір? Орындай алмай отырған. 10. Неге? Дұрыс жауап көрді осылай ма балдар? Күресіне еді күресті. Мына жинаған балдарым. Соңғы есеп. Бөлшек қысқарту. Бөлшек қысқарту. Қандай амалдар орындаймыз, қалай қысқартамыз. Дәптерге орындап көреміз. Сәл белсенді боламыз балдар. Алымдағы өрнекпен бөлімдегі өрнек қысқарту үшін қай формуланы қолдануға болады? Алым мен бөлімді қысқартуға керек. Алым қай формула келіп тұр? Алымды формулаға салып, екі өрнектің көбейтіндісін түріне келтіріп аласыңдар ғой, сонда балалар бөліммен қысқарады. Бірде апай. Арнайы бірде болып қалды ма? Көп түгелдедік па? Көп түгелдедік? Иә, қасыншы жоған бірдіңіз. Ол біз артық күнелдік. Жарайды, дұрыс деп есептейміз балалар. Неше қайсы топ және көп түгелдеген? Біз қолымыз Дұрыс деп есептейміз. Байқамай қалған балалар. Ал осыменен есеміз 4 есеп аяқталды, енді тыңдайық балдар. Бері қараймыз. Ал енді нәтижесін көрейік, ең жақсы балл жинаған оқушы кім екенімізден. Саян 3-ші орында тұр екенімізде, 2-ші орында. Ол қайсысы? Біздің топ апай, біздің топ. Топтың атын жазбайсыңдар ғой, бұл әркім өшін. Даяна жарайсың. Ең көп балл жинаған бізде Даяна болып тұр. 2-ші кім? Мирас па? Олай жазуға болмайды балдар, ендігі аттарын жазыңдар. Мирас 2-ші орында тұр, балл бойынша. Саят 3-ші орында тұр. Үшеуін не? Алғыс айтамыз, жарайсыздар. Өте белсенді болғандарың үшін. Енді осы жерге балдар, бері қарайықшы. Сендерге мына бағдарламадан шықпастан бұрын айтыңдаршы, қай есеп қиындық тудырды? Соңғысы ма? Соңғысы қиындық тудырса, тақтаға шығарып берем дегенде бізде қайсыңыз орындап бере аламыз сол есепті. Соңғысы бізде бұлай болды ғой балдар, қалайды? Бірасында 7, азайтылған 1-дің квадраты минус 5, бөлімде бірасында 7, наверное, минус па, плюс па? Минус бірасында 5 болды, ал қайсың тақта орындап береміз? Қайсың тақта орындап береміз? Бейбін ұршы шығайын тақтаға.
Кеш осы есепті енді сендерге айтып жатсың ғой, біраздарыңа сәл қиындық туып тұрған екен. Екінші есеп, одан кейінгі есеп ше, үшінші есеп қиын болды ма сіздерге? Күрделі радикал тек қана 2 рет қолданамыз, бұл жерде. Ал. Шашы. Ашпайсың. Бері қара. Кім айтады қолда? Мынау бізде 5 ненің квадраты? Турасына 5-нің квадрат деп жазып жатқан, дәл осы жерде жазылса, турасына 5-нің квадрат деп жаз. Сонда бізде форма квадратын көреміз. Ал, шақшақ. Енді қай форма кетір? Жаза аламыз ба? Ары қарай қаласы? Иә. Ары қарай. Балдар қай формула? А квадрат минус Б квадрат. Оны не қылуға болады? 2 дөңгелекке ажыратуға болады. Алын жаза бересің, уже бөлінбей. Жоқ. Сен алында тұр ғой сенің көбейткіштерің. Неге сен бөлінбей тұсасың? Түйінгесіне көйтіп жатсың ба? Жоқ, бұл жерде тек бөлшек қысқарт деп тұр. Ерасан тұқыл деп жатқан жоқ па бізге? Алын мен бөлінді қысқартыңдар деп тұр ғой тек қана. Бөлі иррационалдың қолын қажет жоқ. Алынды 2 шақшаға ажырып жасамыз. Болды. Түсіріп ма балдар бізге? Бұл жерде не істеді? Мына 5-ті жай ғана турасына 5-нің квадраты деп алдық та, көмештерге жүктедік. Сол кезде бізде не пайда болды? 2 көбейткіш. Біреуі бөлімдегі өрнектен қысқарады. Сонда осылай жауап шығады. Ал бұл жерде бірақ, дұрыс па? Осылай орындағандар бар ма ішімізде? Енді бұны бұл жерде бірақ шақшаны қоймасақ да болады. Ең соңғы жауапты әсіресе. Жауапта қалып кетті. Шақшаны бастап кетіміз керек. Ал тапсырмамызды орындап қойдық. Ал сабағымыздың келесі бөлімінде балдар сәйкестендіру әдіс тәсілін қолданамыз. Бұл бізде Word-Ball бағдарламасы. Word-Ball бағдарламасында не қыламыз? Кешегі өткен тақырыптар, ең дәрежелі түбір деген тақырыпты өттік деп отырмыз ғой, соның қасиеттерін көрсететін есептер берілген және жауаптар берілген бөлім, соларды бір-біріне сәйкес қойып шығамыз. Әр топта бір-бір оқып шықсын шыққан. Кәне, екінші топ. Бұлай қыламыз балдар, тоқтайды. 3 оқушы кезекпен орындаймыз. Сәл алыстау тұрайық. Шақ, тоқтап тұршы. Орнымызда тұрып алайық, тоқтап тұршы. Сен екінші топ қой, тоқтап тұрсын. Балдар, кезекпен келеміз. Үшеуміз де жаңғырып ерге кеп алудың қажет жоқ. Бірінші оқушыдан бастап келеміз. Бірінші Ярослав. Сәйкестендіру деген түсіндірсің ғой. Жауабын сәйкес қоямыз. Болды, сен өз орнына бара тұр. Ал, Диас кел. Тыныш. Жәрімдесудің қажет жоқ балдар бізге. Болды, ал. Кезекпен келіп істей береміз. Yes.
звондасам болады, егер қате болса. Қате ма? Онда орнына қоясың, қайсысы қате болды? Дұрыс болды ма? Или Дастанның жауабын сәйкес келіп қалған сен жауабын? Байқасаңдар, балдар, жаңағы қолданған формулаларымыз келіп жатыр осы есептің арасында, иә? Өткен тақырып пен бүгінгі тақырыбымыздың есептері берілген бұл жерде балдар. Екі тақырыпты байланыстыра отырып. Қаттырақ бір басы жері. Кімнің кезегі? Теңге ой балдар, теңге шешіп жүрген. Егер дұрыс жауап біліп тұрсақ, ауыстыруға болады. Ананы алып тастап қоюға болады, ясыз. Егер соны алып тастап орнына қоюға да болады. Қате, біріміз қате шығарған кезде екіншіміз енді алып жауабын көрейік. Бізде нешеу қате болып тұр ғой? Қазір жауап шығар, бізде нешеу қате? 17 есептен 15 есеп дұрыс болды балдар. Ал қателерін көріп алыңдар ма балдар? Бұл енді қайтадан бастап кетті ма? Көріп отырсыздар, қайсысы қате кетті? Сол екеуі орын ауысып кетті ма? Негізі екі есептің жауабы бірдей болып қалғанда бізде балдар. Сол үшін орындар ауысқан кезде де қате болып кетіп тұрады. Жарайды енді. Жарайсыздар балдар. Түсіндік па? Көріп отырсыздар ма балдар? Неге әрқайсының жауаптары неге төменде тұрмайды? 5-ші tur арасынан 30-ден 2 шығар деген сияқты. Неге бағанағы екі турдың дәрежесі бір-біріне не қылатын еді? Көбейтілетін, 6-шы дәрежелі турдың астына еніп кетті деген сияқты. Бағанағы 5-ші дәрежелі турдың қасиеттеріне берілген есептер болды. Ал жарайды балдар, келесі бөлімге өтеміз. Енді балдар, сынып жұмысын бастаймыз біз. Бірінші тапсырма, бәрін дәптерлерді аласыңдар. 3 топқа 3 түрлі есеп берді. Бөлшектің бөлімдегі иррационалдықтан құтылыңыз дейді. 2 минут уақыт беріледі. 2 минут уақыт беріледі. Есептеріңді шығарыңдар, асықпаңдар. Шығарып болғасын тақтаға әр топтан бір оқып шығып, есептерін көрсетеді балдар. Бөлшек оның бөлімдегі иррационалдықтан құтылу дейді. Шығарып көреміз бәріміз. Бұл жеке жұмыс балдар, әрқайсысын орындаймыз. Тақтаға шығып жазамыз. Болғандарымыз тақтаға шығып жаза беруге болады. Шығарып көріңдер. Шығарып көреміз балдар. 2 минут уақыт асықпаңдар, шығарыңдар. Жеке жұмыс әркім өз бетінше шығару керек. Тапта 6-дан болса 6-дан да есеп шығару керек. Егер бұл дайынбыз дегендерін келе берсін болады. Ал екінші топтан тақтаға шықты, бұна болмай ма? Үшінші топтың есебі. Бірінші топ.
işte. Taqdan ikki bölü salmoqda. Sen былай жасай берші. Мынада бөле сал. Сызықша жүрсе салшы береміз. Ал енді жасай. Oldu mu? Sen nasıl nesiye dursun var orada? Ne istiyorsunuz bu жерде? Қалай шығардық? Тоқтан алынға бөлінген екі бөлінген. Балдар, сарназы сәл қателік кеткен сияқты, кім жөндейді? Түйіндесіне көбейтуіміз керек емес пе? Түйіндесі қандай болады? Сарназ. Егер бізде неде қосылтан бастыратын болса, балдар, қандай? Сол, дәл сол өрнектің несіне көбейтуіміз керек, түйіндесі болса, ортасынан несі қойып көбейтуіміз керек қой. Иә. Ал, сосын. Негізінде өтеді. Молодец. Иә. Ал, сосын бізде балдар квадрат дұрыс болып тұр ма, не бұл жерде? Кубтың болмасына келіп тұр негізінде. Біреуіне екеуіне де минус қойып, ояқта біреуісіне плюс. Жоқ, болмаса жақша түрінде қалсын балдар, жақша түрінде. Бірақ бұл жерде не болмайды? Квадрат қайтып отыр ғой. Түсін ба? Ал, бірақ енді мына екі формула егер әдейіге берілген еседен балдар. Көбінесе біз не аламыз, мына екі жақшаны а куб минус у куб деп қоя саламыз, бұл формула кетіп. А бірақ бізде бұл формулаға келмейді. Сол үшін жақша түрінде қалдырған дұрыс болады да. Төменгі жағын сен өше сал. Сонда дұрыс бола ма балдар бізде? Иә. Демек, не істеп иррационал қою үшін? Бөлімдегі өрнектің түйіндесіне көбейтіп отырмыз. Жарайды. Сарназ сәл қателік кетті. Ендігіде есімде сақтап қаламыз. А болдың ба? Ұзақ болып кетті ма сенде? Қазір көреміз еді балдар. Бірінші, Нұрайдың есебін бір тексеріп алайыншы балдар. Қате бар ма жоқ па? Нұрайда. Нұрай түйіндесіне көбейтті. Бөлімдер не болады? Формулаға түсіп. Жақша Нұрай жарайсың. Дұрыс, қате жоқ па? Қате жоқ. Тексеріңдер балдар, бірінші бір-біріңнің есептеріңді қараңдар. Қате болса айтасыңдар. Бар ма қате? Нұрайда қате жоқ болмас. Енді Саят есебіне қарайықшы. Саят бірінші топтың есебін шешіп отыр. Саятта да бізге түйіндеске көбейтті. Бөлім формулаға келді. Алым. Ал. Саятта қате бар ма болды? Кім жөндеп жүреді қатесін? Түйіндесіне көбейтіп отырмыз. Түйіндесіне көбейтіп отырмыз, иә? Минус болу керек бар, ә? Сонда не болу керек? Екеуі де минус болу керек. Сосын алымда не қалады бізде? Өрнек бірдей қоймай ма алымда өрнек? Оның несі шығар? Квадрат қою керек. Ал квадратты неге жаздылды? Аш жерге. Оның квадратын жазып қойды, бірақ жауабын. Ал кім жөндейді енді қатені? Қатені жөндеші кәсіп біреу келді. Нұрсұлтан кешкі. Кел. Нұрсұлтан кел. Келсен. Мына жерде не істеп жаза саламыз балдар. Кәне, даян кешкі. Борды аламыз, жөндеші міндетті түрде балдар бізде бір таңбадан қате кетсек есебіміз уже ары қарай жалғасын таппай қаламыз. Жоқ, ол жер емес. Не болды? Біз алым мен бөлімді бірде көбейтіп отырмыз ғой. Сол үшін не болады бұл жерде? Сосын екеуі алым мен бөлім бірде болғасын жазып болады. Жазуға болады насыршынан. Квадрат жасасын. Сонда квадрат ашқанмен қалған жағы дұрыс болып тұр ма? Дұрыс болып отырады. Бірінші тапсырмамыз осымен аяқталды.
Бәрімізге балдар бөлшекті бөлімдегі рациянттан құтылу түсінікті болып тұр ма? Түсінікті болып тұр. Ал екінші тапсырма берді. Сендерге әрқайсысы жеке-жеке орындайсыздар балдар. Күрделі түбірді шешіңіз. Күрделі радикал формуласын салып шешеміз. Жазамыз. Ручканы ұстаймыз болмаса, жазамыз, шешеміз. Уақыт бар, жетеді балдар. 2 минут уақыт береміз сендерге. Дайындарыңыз тақтара орындаса болады болды. Дайындарыңыз. Ал екінші топ дайын екен. Бірінші топ келсе. Бірінші топ дайын. Үшінші топ тақтара. Кім дайын? Кәне? Уақытымыз. Азғапты ізде балдар уақыт. Тимур соны тақтаны бөле салшы екке, қазір екінші келесі болып шыққан кезде кетіп болмасын. Ал, кәне? Үшінші топ. Не распирал. Күрделі радикал формуласы. Тексеріп отырайық, балдар қате кетсе байқауымыз керек. Қатесі барымыз айтасында. Ал Тимурдың есебінде қате жоқ па балдар, дұрыс па? Дұрыс, е? Ал Тимур, сендер осы түбірден жазылуынан көп қате жересіне балдар. Мына түбір не болады? Мына 49-ның жалғыз өзі тұрмайды ғой жерде. Мыламызды ол қамтып жазуымыз керек болады. Мына жерде де мына түбірді соңына дейін қамту керек өз есептің. Сол жерден қамту керек отырмыз. Ал. Қате бар ма? Жоқ, қазір бұл есеп. Шағын есеп бар. Ал көрек балдар. Зерен есебіне қарайшы балдар. Формулаға дұрыс салып отырмыз ба? Иә. Теріс ашып алмай бізде. 20 мыңның астына еңгізде. 7 жылдың астына еңгізде көп болып еңгізде. Ол есімен көбейтсе.
Неше болады? 20 болады. Солай ма балдар? Екі турасында 5. Бірінші екіні көбейткіш ретінде түрдің астына енгізіп аламыз, ол 4 болып енеді. Ал балдар, зерек әне қалай болу? Жарайды серия болды енді, сұқты болды отырады. Серия сәл неге көбейткіштер есептегенде қателетті балдар. Жарайды отырады. Ал қалай болды? Ерде сен, керісінше бізде 2 түгіл тұрды, 1 түгілмен аяқталады балдар жерде. Сол кезде 2 енді дұрыс болды. Балдар болды. Енді осыменен уақытымыз біздің аяқталып тұр. Сендер балдар әр қайсы алдарына стикерлерді алып, сабаққа деген пікірлерді жазыңдаршы. Мен оған дейін сендерді бағалай тұрамын. Бағалау парақтарыңыз бересіңдер. Бағалау парағын береміз. Бағалау парағын береміз. Енді балдар бізде бірінші топта Саят белсенді болды, Зере белсенді болды, және Айна мен Берасыл. Сендердің үшеуіңе балдар 8 балдан бал қойылады. Қалғандарымыз неге білмеймін неге екенін оншалықты белсенді болмай қалып қалды. Екінші топ Бибінұр белсенді болды, Диас шықты бізде тақтаға, Тимур шықты, Нұрай шықты. Жинаған балдары 6 бал, 7 бал болды. Бибінұрға 8 бал, Диасқа 7 бал, Нұрайға 7 бал, Айсұлуға 7 бал, Тимурға 7 бал болды. Нұрасылға 7 бал. Ал үшінші топ балдар. Дастан белсенді болды бізде. Мирас пен Даяна белсенді болды. 7 балдан қоян балдар сіздерге үшін. Қалғандарым енді оншалықты белсенді болмады. Ал енді пікірлерімізді жаздық па балдар? Кәне, білім ағашына бәрімізді білейікші өз пікірімізді. Енді әр топ басшы өз пікірін айтып кетсе болады. Зере айтшы, кәне, тобың қалай болды, өзіңнен шықты ма? Бізде белсенді болған осы Саят, Берасыл мен қалғандар енді жарайды балдар, ал. Пікірлерімізді білейік. Білім ағашына жаздық пікірлерімізді. Бибінұр айтамыз. Топ басшысы ретінде не айтасың? Мен тобым өте қатынады. Бәрі болды, бәрі тұрғылға. Пікірлерімізді. Үшінші топ. Дастан. Мен болда бүкіл адам кәдімгі бізде білесіп болып, білесіп шығарып отқан өзінде біз барша өзіміз күшімізді көрсеттік. Мысалы бізде бақта өлесіз, өзіға да жақсы білесіз көрсетеміз да, есі қанымызда бірақ солға да қалды. Жарайды. Осымен сабағымызды аяқтаймыз балдар. Сабақ аяқталды. Үй тапсырмасы 11-де 7, 11-де 8 есептер. Келіп алыңдар.